Отыр ендеше марафонға қатысушыларға жалынды сәлемдейміз. Өздеріңіз білесіздер, спорт денсаулық кепілі, сондықтан да баршаңызды осы бұқаралық спортты қолдауға, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды түзетуге, баршаларыңызды, жақындарыңыздың баршасын шақырған болар еді. Ендеше Наурыз мерекесі құтты болсын, жеңдеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Қазір осы мәреге жеткен кезде баршаларымызды сол жерде тағы да тіркеп алады. Осы мерекеге сол жерде тағы да құттықтаулар болады. Жеңімпаздарды марапаттайтын боламыз. Осыған түгелдеп қатысыңыздар. Мереке құтты болсын. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Құрметті марафонға қатысушы жастар, азаматтар, мынау елбасымыздың тапсырмасымен Наурыз мерекесі 10 күн тойланатын болып белгіленді. Соның бір күні бір жақсы шара өтіп жатыр. Марафонға қатысушылардың бәрін осы келе жатқан Наурыз мерекесі, жаңару мерекесі, мерекемен шын жүректен бәрімізді құттықтаймын. Марафонда бәріміз бірінші орын алуға тілектеспін. Бізге
Кем болсын қазағының керегесі, кетпесін Алла берген берекесі. Алаштың баласына нәсіп болған, құтты болсын Наурыз мерекесі. Қайырлы күн Келес ауданының тұрғындары мен марафонға қатысушылары. Наурыз мерекесінің Түркістан облысы бойынша 10 күн бойы іс-шара өткізу жоспарланған. Бүгін сол іс-шараның бірі Наурыз саулықтың кепілі атты мерекелік жалпы ұлттық жүгіру марафоны болып өтті. Біртілек ауылдық округі әкімінің ғимараты алдынан бастау алған марафонға Бұқара халық пен мекеме қызметкерлері, жастар, этнос өкілдері қатыса отырып, 3 шақырым аралығында жүгіріп өтті. Бүгінгі мерекемен құттықтау және марапаттау үшін сөз кезегі Келес ауданы әкімі Ағыбаев Жәнібек Есенұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті спортсүйер қауым, құрметті аудан тұрғындары, аудан спортшылары. Ұлыстың ұлы күні мерекеге орай ұйымдастырылып отырған Наурыз саулықтың кепілі атты жалпы ұлттық марафон қатысушыларына жалынды сәлем. Тәні саудың жаны сау деп халық даналығы тегін айтылмаса керек. Салауатты өмір салты, дене шынықтыру мен спортты дамыту еліміздің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Марафонда 16 және 24 жас аралығында қатысқандар. Диплом ұлыстың ұлы күні 22 наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған Наурыз саулықтың кепілі атты марафонға қатысып, 16 және 24 жас аралықта 3-ші орын алған үшін Абай Оразбек марапатталады. Ізгі ниетпен Келес ауданы әкімі Ағыбаев Жәнібек Есенұлы. Дәл осындай мәтінде Ақылтай Алтынбек марапатталады. 2-ші орын. Дәл осындай мәтінде Бақтыбаев Дархан марапатталады. 1-ші орын. Және де 25-35 жас аралығында ұлыстың ұлы күні 22 наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған Наурыз саулықтың кепілі атты марафонға қатысып, 25 және 35 жас аралығында 3-ші орын алған үшін Шайбеков Кенен марапатталады. Ізгі ниетпен Келес ауданы әкімі Ағыбаев Жәнібек Есенұлы. 3-ші орын. Дәл осындай мәтінде Қалыбек Батырхан марапатталады. 2-ші орын. Дәл осындай мәтінде Ташкенбай Надыр марапатталады. 1-ші орын. 25-35 жас аралықта. Диплом ұлыстың ұлы күні 22 наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған Наурыз саулықтың кепілі атты марафонға қатысып, 36-50 жас аралықта 3-ші орын алған үшін Көпбаев Жеңісбек марапатталады. Ізгі ниетпен Келес ауданы әкімі Ағыбаев Жәнібек Есенұлы. 3-ші орын. Дәл осындай мәтінде Уәлиханов Шалқар марапатталады. 2-ші орын. 36-50 жас аралығы.
мәтініне Леспаев Нұрлыбек марапатталады. Бірінші орын 36-50 жас аралығы. Бірінші орын. Олыстың ұлы күні 22 наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған Наурыз сауықтың кепілі атты марафонға қатысқаны үшін Асабаева Нағима марапатталады. Және де дәл осындай мәтінде Қыдыралиева Гүлбану марапатталады. Дәл осындай мәтінде Жұмағұлова Маржан марапатталады. Марапаттарыңыз құтты болсын, естелік үшін суретке түсіп алыңыздар. Құрметті спортшы қауым, осы бүгін марафонға қатысқан барлық қатысушыларға және осы мәреге жеткен барлықтарыңызға да аудан атынан, өз атымнан алғысымды білдіремін. Дендеріңіз сау болсын, марафонда әрдайым бірінші орынға иеленуді тілеймін. Рахмет.